Кума мен Бонни әйтеуір дегенде кездеседі. Әкесі мен қызы жақсы өмір сүріп жатқан кезде ертесіне бір Тенрюбито Бонниді өзінің болашақ жары етіп алғысы келеді. Бұған шыдамаған Кума олардың островына қарай шабуыл жасаған болатын. Тенрюбитоға ештеңе болмағандығы белгілі, ал Кума қайтадан түрмеге түсіп қалған болатын. Кума мен революционная армия 8 жылдан кейін бас қосады. Куманы 8 жылдан бері әлемдік үкіметтің қол астында құл болып қызмет етеді. Әрмен қарай Кума церковқа қарай оралады және де қызының туылғанын көреді. Кума өзінің көршілерінен менің қызыма не болғандығын сұраған кезде көршілері оны тіпті 8 жылдан бері де бақыламаған. Әрмен қарай қыстақта өрт пайда болады және де бұның басты себебі Тенрюбитоның кесірі. Тенрюбито өзін құдай санап қыстақтағы адамдардың барлығын өлтіруге тырысады. Осының барлығын көрген Кума Тенрюбитоны арғы өмірге қарай аттандырады. Куманың қызы Бонни қайтадан жоғалып кетеді де өзінің қызын балық аралынан, яғни Рыболюдей аралынан табады. Оған себеп тағы да Тенрюбитоның кесірі. Барлығы жақсы аяқталады. Кума өзінің командаластарымен жақсы әңгімелесіп болғаннан кейін өзінің аралына қарай қайтуды жөн көреді. Драгон Кумаға Вегапанк жайлы әңгімелерді айтқан болатын. Әрмен қарай Вегапанк Куманы болашақ мықты пират етіп жасайтындығын айтады. Оның денсаулығын бақылап, әлемдегі ең мықты адамдардың бірі етіп жасағысы келеді. Бірақ та Тенрюбитолар оған звондап сен әлі де құл боласың деп қорқытады. Барлығы билеп жатқан кезде күтпеген жерден адмирал Кизаруды да көрсетеді. Кума енді өзінің отбасымен церковта өмір сүретіндігін хабарлайды. Және де бірнеше жыл өткеннен соң әлемге жаңа Шичибукай пайда болғандығын хабарлайды. Барлығы да Драгонның планы бойынша келе жатқандығы белгілі. Ист Блюда болса Луфи жақсылап тренировка жасап жатқан кезде барлық жануарларды қорқытып жіберген болатын. Қасындағы адамдар болса Бонниға сенің мықты болу керектігін жайлы түсіндіріп жатады. Бонни енді еркін адам болуды таңдайды және қасындағылар оның дьявольский фрукты жемісі бар екендігінен хабарсыз. Мен өз әкемді таппайынша тынышталмаймын деп айтады. Вегапанк болса жаңадан пацифистерді жасап шығарады. Әрмен қарай Кумаға жаңадан тапсырма түседі. Ол әрине Мугивараларды жою деген тапсырма. Бұл соғыс ең мықты пираттардың бірі Белаусты тоқтату үшін жасалып жатыр. Мугиваралықтар өз көздеріне сенбейді және де олары мықты Шичибукайлардың бірі Кумамен кездеседі. Кума соншалықты жауыз адам емес, бірақ та көпшілігі Куманы жауыз деп ойлап оны қарғаған болатын. Осылайша бізге Куманың кішігірім оқиғасын көрсеткен болатын. Вегапанк Куманың қолына қарай қараған кезде оның әлі де құлдық санасы бар екендігін байқайды. Өте өкінішті әрине. Всегда буду любить тебя. Өмірінің соңына дейін құл болам ба деп қатты қорққан Кума уақыт өте келе өмірі жақсы жаққа қарай өзгереді де баяғы достарымен кездеседі. Кума мен Бонни әйтеуір дегенде кездеседі де бізге екеуінің қайғылы оқиғаларын көрсетеді. Куманы қорғағаны үшін Вегапанкқа рахметін айтады Бонни. Ең қызық жерлерінің біріне келдік деп айтсақ та болады. Ол әрине әйгілі Сатурн мен Бонни арасындағы қақтығыс. Осы кезде Сатурн оның әкесі жайлы барлық шындықтарды айтып береді. Бонни болса бұл нәрселерге шыдай алмайды да қатты қысылып кеткен болатын. Осы кезде өзінің ешқандай ібіліс жемісін қолдана алмайтындығына таң қалады. Әйтеуір дегенде өзінің әкесі келген болатын. Сатурн Куманы лақтырып жібереді де сен маған керек емессің, құл әкеңмен бірге өмір сүр деп жерге қарай лақтыра салады. Сенің мақсатың тек қана құлдық деп айтады Сатурн. Кума өзінің әлсіз еместігін дәлелдеп әлемдік үкіметтің басшыларының бірі Сатурнды ұйықтатқан болатын. Сатурн мүлде өлмейді, себебі ол бессмертный. Үкімет басшыларының бірі Сатурн Вегапанкты қорқытады. Мен сенің островыңды және де мына барлық эксперимент жасайтын нәрселеріңнің көзін құртамын. Мен қазір Бастеркол ұйымын шақырамын деп Вегапанкты қорқытқан болатын. Бастеркол бұл деген барлық островтарды жоятын қару. Вегапанк Сатурннан кешірім сұраса да бұл нәрсесі пайда бермеді. Себебі тым кеш Ника фруктысы оянып қойды. Сатурнның бұйрығымен осылайша Бастеркол ұйымы басталады.
Байқұс Вегапанктың лабораториялары және де барлық эксперимент жасайтын нәрселері көз алдында ұшты. Келесі кезекте Сатурн Кизаруға Мугиваралардың көзін құрту керектігі жайлы айтады. Әрине, егер де бұл жұмыстарды орындамайтын болса, жұмыстан қуылатындығы белгілі. Ең сенімді адамдардың бірі Вегапанкты өлтірген болатын. Бірақ әлі де кеш емес, себебі алып гиганттардың бірі Дори Броки көмекке келді. Дори Броки өз ауыздарымен мугиваралықтарға көмекке келгендігі жайлы хабарлайды. Бірақ неліктен бұл екі гигант Шанкстың адамдары? Бұл екі гигант 100 жылдан астам бойы бір-бірімен шайқасып келеді және екеуі де бір-бірін ешқашан жеңбеген. Дори Брокидің қазіргі наградалары 1 миллиардтан жоғары. Қарнын тойдырып алғаннан кейін Луфи әлемдік үкімет басшыларының бірі Сатурнға өзі шабуыл жасайды. Гатлинг! Мугивара Луфи Сатурнды жақсылап ұрып болғаннан кейін Санджи Кизарудың атакасын тоқтатады. Тичтің адамдары Сатурнмен әңгімелеседі, әрмен қарай мына жақтан бір адам пайда болады да, мені өздеріңмен бірге ала кетіңдер, менің сендерге маңызды ақпаратым бар деп сендіреді. Және де ол маңызды ақпараттардың бірі Посейдон жайлы. Посейдон ол жай ғана адам емес, ол маңызды қарулардың бірі. Бұл қару бүкіл әлемді және сен мен бізді де жойып жібереді деп айтады. Сатурн мен Луфи бір-бірімен пытырласып жатқан кезде Кизару Вегапанкты арғы өмірге қарай аттандырады. Сатурн көмекке өзінің қасындағы 4 достарын шақырады. Юпитер, Топман, Меркурий, Святой Итанбарон Нусуджуро және де Маркус Марс. Әйтеуір дегенде Имсаманың маңызды адамдары Луфиға қарсы келген болатын. Бұл соғыс әрине Мугивара Луфиға оңай болмайтындығы белгілі. Кентавр Нусуджуро барлық пацифисталардың көзін құртуды шешеді. Маркус Марстың заданиясы барлық Мугиваралардың көзін құрту. Шеперд Юпитер Мугивара Луфиді жеп қояды. Дори Броки Сатурн мен Қабанды айқастырып жібереді де Юпитердің басын кесіп жібереді. Маркус Марс Роблучиға әлі де заданиясының орындалмағандығына ашуланады. Барлығы бір-бірімен пытырласып жатқан кезде Эммет оянады, Джойбойдың маңызды адамдарының бірі. Нусуджуро өз заданиясын толығымен орындап болғаннан кейін Мугивараларға қарсы аттанады. Нусуджуро Мугиваралардың көзін құртала ма, алдағы уақытта көретін боламыз. Сатурн маңызды адамдардың бірі Робинмен кездеседі. Сатурн Робин жайлы ақпараттарды айтқаннан кейін Мугивараларға шабуыл жасайды. Ең маңызды ақпараттардың бірі Вегапанк әлемді су басып жатқандығы жайлы хабарлайды. Бізбен бірге соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі серияларда жолыққанша. Келесі серияда Мугиваралықтар мен Гарасилер жайлы толық түсіндіріп беретін боламыз. Сіздермен болған мен Мико Пис, сау болыңыздар.